сенде не бастың қан айланысы 51% болып қалған деп атырппан да, именно гипоталамус, гипофиз деген затқа мен қарай беремен, себебі бұл адамның мына фаалиятының әммесінің функциясын басқарады. Гипофиз деген бар ғой, кішкентай бес шешелерді жоғарыда, мына төбемізде, мына мидың ішінде де, екеуінің қан айланысы 50 болып тұрыпты. 50 деген ярымы қан айланысы жоқ деген затта, ол мына жерден желкеден кіре алмай жатыр, мына жерге келіп болып, мынаған жете алмай жатыр қан деген затта. Ол баста сырқырау бола береді. Осы гипоталамус деген без бар ғой, 3 пе, 4 пе, 5-ке ме бір бөлекке бөлінеді. Әзір мен енді оны саған деп түсіндіре бергенмен, қара, соның бір бөлегі зоптың фаалиятын басқарады. Енді мына жерге де қан бармай жатқан болса, мына жақта да қан бармай жатқан болса, ол көкіректен басқарады, деген яичниктен басқарады. Саған общий органға да қан бармай жатыр да, и мына жақтан гормональный томилино бұзылып жатыр. Ол чалапартышындай не кеткен да, схема бұзылған да, циркуляция, қан айланыс, общий гормональный бұзылыс.